Ассалаумағалейкум баршаға. Бүгін жүгітпен ең зор ыңғайлы жаттығуларды көрсететін болам. Бірінші жаттығу енді отжимания, дополнительный вес ретінде қосамыз жүгітті. Осылай арт жақты екі ұстаймыз, сол кезде ыңғайлы болады. Екінші жаттығу осындай, бұл кеудені созуға арналған. Жүгітті қысқа қылып байлап, қиындатып жасасаңыздар болады. Ал үшінші жаттығу осындай, бұл яғни кеуденің жоғарғы жағына жақсы нагрузка түсіреді. Жүгітті қысқартсаңыздар, яғни біраз қиынырақ болады. Біраз дегенде нагрузка түсіремін десеңіздер, жүгітті қысқа алуға тырысыңыздар. Келесі жаттығу приседания, яғни гантель штанга намнан жоқ болса, осылай жүгітті мойынға іліп алып отып тұрсаңыздар болады. Және де ыңғайлы бір шетінен нагрузка бай болып кеткенде осылай істеңіздер. Және де бұлай выпады істеуге болады. Яғни мойныңызға іліп аласыздар, приседания, выпады тағы да басқа жаттығулар жасасаңыздар болады. Және иыққа арналған жақсы бір жаттығу. Бұны да жасасаңыздар өте мықты. Ал бұл жаттығу иықтың алдыңғы бөлігіне жақсы көмектеседі. Алдыңғы бөлігіне осыны, ортаңғы бөлігіне бағанағы жаттығуды жасаңыздар. Артқы бөлігіне қазір көрсетемін. Артқы бөлігіне осы жаттығуды жасайсыздар. Осы үш жаттығу арқылы сіздер широкий болуларыңызға болады. Және бір жаттығу, яғни бицепске арналған. Гантель болса, гантель көтергенде нормаль.